Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен 30 минутта дайын болатын өте дәмді астың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін тауықтың төс етін осындай бөліктерге бөліп турап аламыз. Қазанға қажетті мөлшерде май құйып, қызғаннан соң тауықтың етін қуырамыз. 7 минуттай қуырамыз, сосын пияз қосып, оны да бір 5 минуттай қуыру қажет. Оған дейін картопты қайнатуға қоямыз, бұл бізде гарнир болады. Сосын консервідегі туралған саңырауқұлақты қосып, тағы да 5-7 минуттай қуырамыз. Сосын кілегей қосамыз, бір қайнап шыққаннан соң баяу отта 5 минуттай қайнатамыз. Міне дайын болды. Қайнатылған картоптың суын төгіп тастап, май қосып еземіз. Жақсылап түйіршіктері қалмайтындай етіп езу қажет. Тұз және сүт қосып, тағы да еземіз. Картоп езбесін 3 минуттай миксерлеп, осылай миксермен араластырсаңыздар, өте нәзік крем сияқты жұп-жұмсақ болып шығады. Воздушный болып шығады. Міндетті түрде картоп езбесін миксерлеп алсаңыздар, өте керемет болады. Тамақты ас көкпен сәндеп, дастарханға тартуға болады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Дайындап жатсаңыздар, ас болсын.